Қайырлы күн, ассалаумағалейкум, қалайық? Өздеріңіз білесіздер, соңғы күндері, яғни 2 ай болды, TikTok жаман жұмыс істейді, видеоны таратпайды, жұмысы кібіртіп тұр, яғни зависать етеді. Бәріңіз VPN-нен кіресіздер, сондықтан маңызды, сондай халық айтқан кезде білу керек деректер дұрыс табылмай жатады. Ал енді оның таралуы тек сіздердің қолдаңызда, яғни менің арнама тұрақты түрде тіркеліп, үздіксіз видеоларымды көріп отыратын ағалар, апайлар, бауырлар, інілер, ол сіздердің қолдаңызда. Видеоның сілтемесімен жаппай барлық жерде бөлісіңіздер, әсіресе WhatsApp'та, анау неде, Facebook'та, Instagram'да видеоны көшіріп алып бөлісіңіздер. Өйткені бұндай видеолар айтқан кезде жиі тарамайды. Өздеріңіз білесіздер, мен тек қана өте маңызды халықты елең еткізер ғана тарихи деректермен ғана бөлісемін. Өйткені айтқан кезде көпшіліктің назарын сол арқылы өзіме аударамын ғой. Сондықтан бұл видеоны жаппай қалайық бөлісіңіздер. Содан менің бүгінгі қолыма түсіп отырған қазба байлық ол қазір так 1357 жыл мен 1371 жылдар аралығында ағылшын Джон Мендвиль деген жазған қолжазба. Бұл қолжазбаның толық атауы сэр Джон Мендвильдің саяхаты деп аталады. Бұл кітапта басты кейіпкердің әлем бойынша саяхаттаған, айтқан кезде қиял ғажайып туындысы етіп жазылған. Не себепті? Себебі Джон Мендвиль сол жаңағы 14 ғасырдағы қолжазбаларды ағылшын тіліндегі, жаңағы итальян тіліндегі қолжазбаларды, анау Пано Карпини, Марко Поло секілді адамдар бар ғой, солардың қолжазбаларын жинап, соның қызықты жерлерін тоғыстырып, ең бірінші проза жазған кісі екенде, бұл ағылшындардың прозасының әкесі саналады екен Джон Мендвиль. Міне сол кітаптың ішінде қай жерден алғаны белгісіз, енді оны зерттеу керек. Өзінде фактке тіркеген мына ежелгі Иерусалим бар ғой, сол ежелгі Иерусалим жерінде қазақ деген қала болған. Ол қала Иерусалимнен 53 күндік жерде екен, яғни орналасқан екен. Енді бұл жерде тағы бір нәрселер айта кету керек, міндетті түрде, өйткені болған адамнан қысыз факт қой, қазақ деген қала анау Иерусалим жерінде болған. Өздеріңіз білесіздер, әйгілі Лев Гумилев деген тарихшы болған, Астанадағы университет, Евразиялық университет, сол кісінің атында. Сол кісі керемет түркітанушы болған. Сол кісінің еңбегінде мынандай жазба бар. 2000 жыл бұрынғы Израиль жеріндегі, яғни Ближний Восток дейді ғой, жақын шығыс дейді ғой, енді Сирия, Ливия сол жерінде қалаларының атауы түркі тілінде болған деп жазады. Оның дәлелі дейді, сол ғасырлардағы, яғни 1-ші, 2-ші ғасырдағы, 3-ші ғасырдағы Библияны, яғни Інжілді алып, ашып оқысаңыздар дейді, сол жақта қалалардың атауы түркше болғандығын түсінесіздер дейді. Енді мына жерде бір нәрсе тоқтала кету керек. Ол кісі түркше деп жазады, алайда ол замандағы біздің бабалардың атауы Оғыз болған. Оғыз және ішкі Оғыз болған. Оғыз дегендер мына қазіргі Қазақстан территориясының жазық даласын мекендегендерде, ішкі Оғыз дегендері ол анау Алтай, Алатау, Іле, Ертіс, Бастауын шығыс Түркістан жері мекендегендер. Содан бұл кісі жазады, және Лев Гумилев, сол кісінің сөзін айтқан кезде, ма деректі әлдеп тұрғанда, енді бұл кісі де осы кітапты оқып тұрған шығар. Бірақ алайда бұл кітап 2019 жыл ғана орысша аударылған екен. Ал оғанға дейін бұл кітап ешбір ел тіліне аударылмаған. Тек қана сол ағылшын тілінде ғана болған. Ол кісі басқа жерден оқыған болу керек. Енді сол кісі айтады, жаңағы Лев Гумилев, Иса пайғамбар дүниеге келген кезде дейді, оған Алтайдан, кейбір жерде орталық Азиядан дейді, бірақ фактісі бар, Алтайдан деп жазылған, 3 абыз оны қалай айтсақ, қабылдау алуға келген дейді. Енді жарық дүниеге дейді, ана құрсағынан дейді, сөйтіп жазады. Және ол 3 абыздың аттары да бар.
Олардың аттары Яспер, Гаспар, оны ағылшындар өздері транскрипциямен жазған ғой. Гаспар, екіншісінің аты Мелихор, үшіншінің аты Балтазар. Түбірі Балтай, көріпсіздер, Алтайда бар. Ал оның дейді, олардың грекше аты олар дейді Галгалат, Мангалат, Серафия дейді. Ал Юда дініндегі, яғни еврейлер оларды Апели, Амери және Дамас деп атайды деп жазған екен. Жаңағы кім? Джон Мендель жазып отыр. Енді бұл 2019 жылы аударылған кітапта, яғни орысша версиясында, орыстар, яғни ресейліктер баяғы сол ескі сарынымен әрбір сөзіне объяснение жазамыз деп құртып қойған екен де. Олар былай жазады. Қазақ деген аталған қаланың объяснениесінен былай жазады. 145-ші түсіндірме. Источник этой легенды Одарико Порденоне, который помещает место встречи волхвов в Касане, отождествляемым с Кашаном в Персии в 50 днях путей от Иерусалима дейді. Көрдіңіздер ме? Олар алады жаңағы таза ағылшынша жазылып тұрған Касак деген сөзді Касан дейді, сосын кейін Қашан деп, оны парсы жеріне апарып тастайды. Ал ағылшыншада Касак деп тұр, яғни жаңағы бірінші автор Джон Мендель Касак деп жазып тұр. Көрдіңіздер ме? Яғни біздің түркі баласының, оғыз баласының тарихы өте тереңде. Сонымен қатар бұл жерде айта кету керек, қосымша Мариям, яғни жаңағы Ғайса пайғамбардың анасы Мариям, ол оғыз, яғни нәсілі оғыз, яғни түрік қолбасшысының, түмен басшысының қызы екен. Яғни жаңағы кімнің нағашысы, Ғайса пайғамбар нағашы атасы оғыз болған, түркі адам болған айтқан кезде. Енді әкесінің енді Құран бойынша, енді нелері бойынша айтқан кезде әкесі енді әкесі Аллах деп айтуға болмайды. Енді ананың құрсағынан Алланың әмірімен жаратылған адам, енді Иса пайғамбар, енді аңыз легенда бойынша, айтылу бойынша оның біздің әкесі кім болғанды енді анықтап айтуға қақымыз жоқ. Енді дін бойынша оны запрещает. Ал бұл деректі, жаңағы осы деректі Гумилев айтады да, осы деректі осы 10 жыл бұрын ба, бір Мәскеудің бұрын Совет үкіметі кезінде партийный болған жұмысшысы, саясаткері дәлелдеген. Ол Ватиканның жаңағы подвалына түскен запрещенный кітаптарын оқыған. Сол кезде олар жаңағы кімнің, Мәриямның атасы, нағашы атасы, қазіргі мына біздің Іле автономдық облыс бар, Қытайдағы қазақтар тұратын, сол тұстан шыққандан жазған. Яғни Тарим бассейн дейді ғой, Құмдауыт жақтан шыққан дейді. Енді оған ұйғыр бауырларды таласып жатыр, типа ойбай, ол ұйғыр болған деп. Жоқ, ол айтуға біздің қақымыз жоқ. 2000 жыл бұрынғы халықтың аты оғыз болған, сосын берін түркі болған. Және біз айтқанбыз, ішкі оғыз деп негізінде. Сонда получается жаңағы нағашы атасы ішкі оғыз болған кімнің? Иса пайғамбардың. Ал абыздар да Алтайдан барып тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл сондай құнды дерек, маңызды дерек, бұны зерттеуді қажет ететін дерек. Бұл зерттеумен жалпы мен сіздерге айтайын, асыр сілтегендік емес, СССР кезінде мемлекеттік қауіпсіздік комитеті айналысқан, кәдімгі КГБ. Өйткені бұл анау сол жақтағы бір өздерін Құдайдың таңдаулы халқы санайтын адамдардың фейк фальсификация тарихының іргетасын бұзатын білімдер, яғни подшатнет все во всем мире. Сонда получается бүкіл дүние жүзінде, мен сіздерге алдыңғы видеолар айтқам, тағы да айтқам, әмірін жүргізіп отырған 2000 жыл бұрыннан бастап, 2,5 жыл бұрыннан бастап, осы 18 ғасырға дейін мен деген халық ол түркі баласы болған. Видеоны аямай бөлсіңіздер, соңына дейін көрген азаматша балалардың бәрі көрсін, жастар көрсін, студенттер көрсін, кітаптың беттерін бәрін өздеріңіз көрдіңіздер, және сол бойынша интернеттен іздеп, оқып, тауып, зерттеп, түбіне жетсін жастар. Рахмет.